Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді синабоне жасаймыз. Ең керемет, ең оңай рецепт. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, иісі керемет, нәзік, ауызда еритін болып шығады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен апара дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізге дайындап қойған алдын ала қантымыздан бір ас қасық қант және дрожжымызды қосып, бір шама уақытқа қалдырамыз. 10-15 минут жасаңыздар болады. 10-15 минут өткеннен кейін бетінде осындай көпіршік пайда болады. Енді қамыр илеуге кірісейік. Ол үшін ұнымыздың жартысын саламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Қалған құм шекерімізді қосамыз, шым-шым тұз қосып, жақсылап құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Оның үстінен жаңағы дайындап алған апарамызды құйып, үстінен бір жұмыртқамызды саламыз. Және де бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Егер сары майыңыз қатты болса, ертіп алуларыңызға болады. Міндетті түрде осылай бір келкі масса болғанша венчиктің көмегімен қозғап аласыздар. Жақсылап араластырып болғаннан соң, үстінен қалған ұнымызды салып, алдымен лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аласыздар. Одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Осы және басқа да керемет шығатын, бір жасағаннан шығатын тексерілген қазақша рецепттерді жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Жақсылап көріп тұрғандарыңыздай 5-10 минут аралығында жақсылап илеп аламыз. Және де осы қамырымызды, табамызды майлай отыра, ыдысымызды майлаймыз пісте маймен, және де қамырымызды салып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Арасынан начинкасын дайындаймыз. Ол үшін құм шекерге үстіне корицамызды салып, жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Қамырымыз көтерілді. 1,5-2 сағат күткілеріңіз келмесе, пештің 50 градусына қойып, 40 минут аралығында көтерілген күтсеңіздер болады. Оқтаудың көмегімен ұн себе отыра 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Достар, егер видео ұнаса, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, WhatsApp желісінде достарыңызбен жаңа рецептпен бөліссеңіздер болады. Осылай 4 бұрышты формаға келтіре отырып, үлкен етіп жайып шығамыз. Төрт бұрышты етіп жайылған қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды бір келкі етіп жағып шығамыз. Барлық жеріне жеткізіп жағып шығыңыздар. Сол кезде бір келкі, біздің салмамыз бір келкі болып шығатын болады. Енді жаңағы дайындап алған корицамыз бен қантымызды да бір шетінен бастап, жақсылап бір келкі етіп сеуіп шығамыз қасықтың көмегімен. Достар, алдағы уақытта менің арнамнан қандай рецепттер күтесіздер, комментарийға жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде сол жазған рецепттеріңіз бойынша сіздермен бөлісетін боламын. Осылай бір келкі етіп сеуіп аласыздар. Пісіп жатқан кезде бұл булочкалардың иісі мұрын жаратындай өте керемет болып шығады. Жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Барлығын сеуіп шыққаннан соң, видеода көріп тұрғандарыңыздай бір шетінен бастап тығыздап орап шығамыз. Өте керемет, кез келген пирогтан ас түсетін, көпшіліктің жақсы көретін булочкаларының бірі. Мендегі оригинал рецепт. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, 15-18 дана синабоне шығады. Жақсылап нығыздап орап аламыз. Және де өзіңізге керек мөлшерде кесіп шығасыздар. 200 см көлемінде осылай кесті. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Егер өткір пышақпен кесулеріңіз керек, пышақ өткір болмаса, жіптің көмегімен де кесуге болады. Сол кезде әдемі болып шығады. Барлығын осылай кесіп, формамызға бір-біріне жақын етпей орналастырып шығамыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, тағы да 15-20 минутқа көтерілгенше қалдырамыз. Осылай екі есе көтерілген кезде пешке 180 градуста 20-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді кремін
ұнтағын дайындауға кірісейік. Ол үшін қант ұнтағында бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салып жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстінен творожный сырымызды салып тағы да жақсылап араластырамыз. Осымен біздің өте дәмді оңай креміміз дайын. Жақсылап араластырыңыздар. Бастысы қанты толығымен еру қажет. Құмшекер емес, қант ұнтағын пайдаланыңыздар. Сол кезде осындай әдемі крем шығады. Енді осылай 2 есе көтерілген синнабондарымызды пісіріп аламыз. 180 градуста 20-30 минут аралығында қызарғанша пісіресіздер. Булочкаларымыз осылай өте әдемі болып пісіп шықты. Пісіп шыққан күйінше, ыстық күйінде кремді бетіне бір ас қасықтан салып жағып шығамыз. Ыстық күйінше салсаңыздар, кремі еріп, синнабонның бойына сіңіп, өте дәмді болады. Сондықтан ыстық күйінше салыңыздар. Маған өте қатты ұнады. Сондықтан сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Осылай барлығы кремді бөліп салып шығамыз да, бетіне толығымен жағып шығамыз. Кремі сіңіп, өте керемет дәмді болып шығады. Достар, алдағы уақытта менің арнамнан өте керемет аптасына 2 рет жаңа рецепттер салып отыратын боламын. Егер маған тіркелмеген болсаңыз, осындай қазақша керемет рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және де подписаться кнопкасының қасындағы қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққанда сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Өте тәбет-ашарлықтай синнабондарымыз дайын. Видеоны көріп отырып, өзімнің де жегім келіп кетті. Сіздерге ішкі көрінісі қалай болатынын кесіп көрсетейін. Осылай болып шығады. Жұмсақ болып, корицамен жұмсақ булочки мына креммен өте керемет үйлеседі. Шаймен ішсеңіздер, осындай күзді күні өте керемет. Жасап көріңіздер, дәмін татып көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.